Әрбір жүргізуші өмірінде кемінде бір рет жылдамдық шектеуін бұзып айыппұл алған. Бұл оқиға көңіл көншітпейді, әсіресе келесі адамдар үшін. Финляндия полициясы 76 жастағы ер адамға жылдамдықты 30 км/сағаттан асырғаны үшін 121 мың евро айыппұл салды. Бұл елде айыппұлдың мөлшері құқық бұзушының табысына байланысты. Бұл жағдайда ол Wicklow Holding мультимиллионер иесі болып шықты. Егер 100 мың евроны жылдамдықты асырған үшін тым көп деп ойласаңыз, міне сізге тағы бір оқиға. 2010 жылы Швейцарияда AMG Sayalis көлігінің жүргізушісі 290 км/сағаттың жылдамдықпен суретке түсірілген. Швейцарияда да заң бұзушы үшін Финляндияғыдай айыппұл жүйесі қолданылады. Осыған орай оның айыппұл сомасы 130 мың евро болып шықты. Келесі айыппұл тағы да Швейцариядан. Бұл жолы айыппұл сомасы 324 мың долларды құрады. Швециялық заң бұзушы Ferrari Testarossa мініп суретке түсірілген. Алайда заң бұзушының жылдамдығы көрсетілмеген. Басқа айыппұл Лондоннан келіп түсті. Онда 88 км/сағаты жылдамдықпен келе жатқан Range Rover жүргізушісі 88 мың доллар айыппұл салынды. Бұл символикалық сәйкестік болып көрінуі мүмкін. Осындай қызықты ақпаратты алу үшін біздің парақшаға жазылыңыз.